Қайырлы күн достар. Біз бүгін 6 сыныптың жаратылыстану пәнінен 4 тоқсанға арналған ЖБ талдауын тапсырмаларын талдаймыз. Тақырыбы экология және тұрақты даму бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Тақырып экология және тұрақты даму. Оқудың мақсаттары: экожүйе құрамдас бөліктерінің өзара байланысын график түрінде көрсету, экожүйе ауысымдардың себептерін түсіндіру, экологиялық пирамидада энергия мен заттардың ауысуын түсіндіру, өсімдіктер мен жануарлардың түрлерін анықтау, ағзалардың өзіндік ерекшеліктерін қолдану. Бағалау критерийі: білім алушы экожүйенің құрамдас бөліктерінің өзара байланысын сипаттайды. Тірі ағзалар арасында энергия мен заттардың ауысуын түсіндіреді. Жиілікті экожүйелерді анықтайды. Тірі ағзалардың алуан түрлілігін салыстырады. Ағзалардың өзіндік ерекшеліктерін қолданып, өсімдіктер мен жануарлардың түрлерін анықтайды. Ойлау дағдыларын деңгейі: қолдану жоғары деңгей дағдылары. Орындауға берілетін уақыт 15 минут. Бізде 3 тапсырма болады. Бірінші тапсырма: келесі ұғымдарма анықтама беріңіз дейді. Экологиялық жүйе тірі ағзалар жиынтығының қоректену, өсу, ұрпақ беру мақсатында белгілі бір тіршілік ету кеңістігін бірлесе пайдалануының тарихи қалыптасқан жүйесі. Экожүйе құрамына организмдерде табиғи орта кіретін табиғаттың негізгі функционалдық бірлігі. Экожүйенің құрылымын энергияны трансформациялаудың 3 деңгейі құрайды. Яғни консументтер, продуценттер, редуценттер. Яғни бұл ыдыратушылар, тұтынушылар, пайдаланушылар болып бөлінеді. Бірінші сұрақтың екінші тапсырмасы: кестеде өндірушілер, тұтынушылар, ыдыратушылар деп суреттерді жүктеңіз дейді. Яғни біз жазамыз. Бірінші суретте бақа, балдыр, үйрек, саңырау құлақ, сосын балық, өсімдік және бактерия. Өндірушілерге жазамыз: балдыр, бактерия. Тұтынушылар: үйрек, балық, жантақ. Ыдыратушылар: бақа, саңырау құлақ. Осыларды жазамыз. Екінші тапсырма: экожүйенің алмасуының мысалдары мен оның себептерін сәйкестендір дейді. Экожүйенің алмасуы, яғни бұл жерде қойлар таптаған жайылым. Бұл адамның бұл жерде сәйкестендіруіміз қажет. Кесте берілген, экожүйенің алмасуы және себебі дейді. Кестеге қарасақ, бұл жерде дұрыс емес. Бірінші, бұл қойлар таптаған жайылым болады бізде абиотикалық фактор. Ал екінші, суы тартылған өзен сағасы. То есть бірінші, қойлар таптаған жайылым бізде биотикалық факторның әсерінен, ал суы тартылған өзен сағасы абиотикалық фактор. Ал қарағайлы орманда қарағайлардың кесілуі адамның шаруашылық әрекетінің әсерінен. Келесі тапсырма: автотрофты қоректенудің ерекшеліктерін ата дейді. Автотрофты қоректенудің 3 түрі болады. Олар жоғары және төменгі сатыдағы жасыл өсімдіктер фотосинтезі, бактериялық фотосинтез немесе фоторедукция және хемосинтез. Біздің планетамыздағы органикалық заттардың барлық қоры осы 3 процестің нәтижесінде түзілген. Жасыл пигменті бар жоғары және төменгі сатыдағы өсімдіктерде фотосинтез процесі жүреді. Хлорофилдің сіңірген энергиясы бірқатар аралық акцепторлар арқылы су мен көмірқышқыл газына жеткізіледі. Осының нәтижесінде инертті болып саналатын газдар, органикалық қосылыстар түзе отырып әрекеттеседі. Бізде бар жоқ осы 3 тапсырма екен. 3 тапсырмада аяқтадық. Осы сұрақтардың барлығына дұрыс жауап берсеңіздер 7 балл аласыздар. Достар, осы видео сіздерге көмегі тиіп жатса, біздің арнаға жазылып, лайк басып, комментарий бөліміне өздеріңіздің сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. Сау болыңыздар.